маған? Бола береді. Менде миома бар ғой, ештеңе етпей ма? Ештеңе етпейді, бола береді. Менде дисплазия шейки матки. Бола бере ма? Бола береді. Сен де осындай бола береді дегендерге сеніп жүрсің ба? Білем деген адамдарға сеніп, құмыраны қойып, өзінің жатырынан айырылып, қан кетіп, ауруханаға түсіп жатқан әйелдерді естіп жатырмыз. Құмыраны негізі босанғаннан кейін, 40 күн өткеннен кейін, қан тоқтаған кезде, етеккір жоқ кезде қойылады. УЗИ матки жасалынады, миома, киста жоқ, варикоз матки жоқ деген кезде ғана, қандай да бір онкологиялық ісіктер денеде жоқ деген кезде ғана құмыраны қоюға болады. Ал енді кесір тілегін алған әйелдерге 6 ай өткеннен кейін болады. Сол себептен де қан кетіп өлген әйелдер өте көп. Барлығы ақша үшін осы құмыраны білетіндер де, білмейтіндер де, баняда да, медициналық білімі жоқтар да осы құмыраны әйтеуір қоя береді. Сіздің денсаулығыңызға зиян болып жатқаны оған бәрібір. Әрбір әйелге жатырының айырылып қалғанын мен қаламас едім. Сол себепті өз денсаулығыңызға барынша жауапкершілікпен зерттеп барғаныңыз дұрыс.